Сәлем достар, сіздермен киношолу арнасы. Бүгін мен сіздерге Шафт атты киноға қысқаша киношолу жасайтын боламын. Достар, видеоны көрместен бұрын біздің видеоны арнаға тіркелмей қарайды екен. Ал арнаға тіркелу үшін видеодан шығып, подписаться батырмасын басып, лайк қылдырып кетейік. Ендеше кеттік. Фильмнің басты кейіпкері детектив Шафт түнгі уақытта болған қылмыс орнына келді. Бұл түнгі клубтың алды болатын. Жерде қансырап өлуге айналып жатқан жігітті бір қараған соң, Шафт қылмысты іште зерттеуге көшті. Клубтың бармен қызы іске кінәлі адам ретінде телефонмен сөйлесіп тұрған жігітті көрсетті. Сол сәтте оған назар аударған біздің Шафт жігіттің сұқ саусағы қанға боялғанын байқайды. Телефонын қойған жас жігіт өзін керемет ұстап, детективке сыйластық танытпайды. Өзін өзі қорғау мақсатында осындай қадамға бардым деген ол барынша қылмыстан басын ала қашты. Бармен қыз Даянның мойны қан. Бұл оқиға орын алған сәтте болса керекті. Сол сәтте жас қыз детективке жақындап, өзін жапа шегуші жігіттің қызымын деп таныстырды. Айтуынша жігітімен клубқа кірген беттен мына есерсоқ жігіт бұларға сүзіле қарап, жігіттің нәсіліне бөліп мазақ қылған екен. Жігітті намыс өлтіреді дегендей мазаққа шыдамаған жігіт бастапқыда бейбіт түрде оның бетіне қағаз жапсырып, елеске ұқсаттырып келеке етеді. Бұл әзілге клуб ішіндегілер мәз болысты. Күдікке ілінген бұл Уолтер Уэйттің қағаздардың арасында бармен қыз Даянның құжаттары табылды. Бұлай келгенде Уолтердің бұлай еш байбалам салмай тұруының себебі бар. Өйткені бұл жігіт атақты шенеуніктің баласы. Сондықтан әкем барды смело деп тұрған тұрысы осы. Дегенмен де Шафт үшін кім болсаң да бәрібір. Адамдықтан асқан Уолтер артық сөйлеп бастап еді. Ашуға мінген Шафт оның тұмсығынан бір қойып артқа құлатады. Сонда аурухана қызметкерлері көтеріп бара жатқан жәбірленуші жігіт өздігінен ауыра бастады. Мұны көріп тұрып, Уолтер тыныш қалсын ба, тағы да артынан сөйлей берді. Шафт оны тағы да ұрып құлатқан еді. Жаралы жігіт қиналуын тоқтатып, жан тапсырады. Осы оқиға бойынша қылмыстың ісі қозғалды. Жігіттің өліміне күдікті ретінде көлікке әкелінген Уолтерге Шафт неше түрлі айып тақса да, бұл байдың баласы ақша беріп уақытша кепілге бостандыққа шығады. Өз кезегінде бұл сезім адамдардың жаппай наразылығын тудырды. Ақшаң болса қалтаңда, талтаңда деп ұрандатқан Уолтер кетер кезінде Шафтқа қол бұлғап кешегі ұрғаның үшін рахмет деп алғыс білдіреді. Өйткені сол жарақаттарын сот мырзаға көрсету арқылы жігіттің адвокаты оны бостандыққа шығартқан еді. Уақытша болсын әйтеуір бостандыққа шыққан Уолтер бірдеңе қылып басқа елге тайып тұрды. Қазіргі оның ақшасымен әлемнің кез келген еліне баруға болатындығын ескерсек, шекарадан асқан Уэйтті енді ұстау мүмкін болмас. Арада 2 жыл өтті. Осы уақыт бойы Уэйт төбесінде көрсеткен жоқ. Ал өзінің әскери ісін жасап жүрген біздің кейіпкер Шафт кезекті есірткі тасымалдаушыларға қарсы операция кезінде қаруды әскерлерді көргенде мұндағы районның жарты жігіті қаша жөнелді. Мұның ішінде есірткі сатумен айналысатындары ерекше ұстатпауға тырысады. Осындай бір жігітпен бетпе-бет келген Шафт ұстауға дайын тұрады. Алайда бандит қашудың жолын тауып, арғы беттегі үйге секіріп жетті. Дегенмен Шафтты алдау оңай болсын ба, детектив ақыры түбінде жігітті қолға түсірді. Алайда қанша жерден жігіттер ұсталсын, бәрібір оларды тұтқындайтындай дәлел табылмады. Оларға біреу алдын ала ескертіп, дәлелдің көзін жоюды тапсырған болуы керек. Құрдан құр қалған полиция кетіп бара жатып, жоғарыдан бұларға сәлем жолдаған есірткі тасымалдаушы бандитті көрді. Есімі Эрнандес атты. Бұл жігіттің қорлауына шыдай алмаған Шафт баскетбол добын оған атып жіберді. Кейін Эрнандес жігіттерін жинап Шафтқа қарсы келеді. Детективтің де күткені осы болатын. Ақыры Эрнандесті құрықтауға сылтау тауып, оның қолына кісен салды. Осы күндері Шафтқа қалаға Уэйттің оралатындығы жайлы хабар келді. Талай жыл қашқындықта болған жігітті Шафт құда күткендей қарсы аламын деп шешті. Қаланың түнгі әуежайына жеке ұшақ келіп қонды. Ішінен шыққан Уэйттің аяғын жерге тигізбестен қызметкерлер лимузин ішіне салды. Мұнда оны Шафт күтіп тұрған еді. Детектив жігітті құрықтап абақтыға апарып жапты. Байдың баласы мұнда ұзақ отырмаймын деп санады. Дегенмен отырмақ түгілі құр тұруға зар болған жігіт түрме ішіндегілермен жаға жыртысып алады. Бұл уақытта Шафтпен қандай да бір еркек ерегісіп қалды. Еркектің айтуынша Шафт үнемі оның қызына көз салады екен. Кейін Шафтты жеркелеп клубтың арғы залына кіргізді. Алайда бұл детективке деген тосынсы еді. Зал ішіндегі жиналған қауым барлығы қол соғып Шафтты қылмыскерді ұстауымен деп қуантады. Дегенмен де Уэйттің ісі Шафт үшін әлі толығымен бітпеген еді. Детектив мырза 2 жыл бойы шетелдерде қашып келген бұл байдың баласының неге аяқ астынан елге орала қалғандығына қызықты. Мұнымен қатар күдікке алар бір оқиға сот мырзаның зейнетке шығып өзіне патшаларға лайық үй соқтыра бастауы. Қарапайым сот айлығын өмір бойы жинаса да, мұндай үй сала алмайтын еді ғой. Демек елге келген Уэйт алдын ала сотты сатып алып ақша төлеп қойған. Кейін болған сот мұны дәлелдеді. Өйткені Уэйттен қанша жерден қылмысы әшкере болып тұрса да, жігітке уақытша келісім бойынша бостандық беріп, айыппұл ретінде $1 миллион төлейсіңдер деді.
Мұндай әділетсіз үкімді естіп, зал ішіндегі жапа шегуші тарап аң-таң болды. Сонда біздің Шафт өзінің наразылығын білдіру үшін ордерін сот мырзаның дәл жанына лақтырады. Сыртқа шыққанда оған Уэйд, ал не істейсің ал деген түрімен қарап, масаттанып тұрды. Сонда детектив қалтасынан қаруын шығарып, бастығына тапсырды да, енді мен жұмыстан шығамын деді. Кейін кету барысында Уэйдке куәгер қыз Даянның паспортын көрсетеді де, мен сені қызметтен кетсем де түрмеге тоғытамын дейді. Үйіне келген соң Уэйдтің әкесі еш алаңдамасаң болады. Даян қыздың жоғалып кеткеніне біраз болған еді деп жауап береді. Дегенмен де мына есеусоқ жігіт Уэйд тіпті әкесіне де сенбейтіндей. Жасырын кіріп, оның бөлмесіндегі тоқалының барлық алтын әшекейін ұрлап алды. Даянның анасынан оның жоқтығын білген соң қаланың нашар іспен айналысатын әйелдермен сұхбаттасқан детектив бір әйелге келіп тірелді. Әйел Даян жайлы ақпарат береді. Егер өзінің ұлын есірткіге тартып жүрген Мали атты мына бандитті сабасына келтірсе, мұндай іске бес детектив бір сәтте-ақ бандитті ұрып жығып, оны енді есірткіге жоламайтындай етті. Оның ұрып жығып жатқан сәтінде көлікпен детективтің бұрынғы әріптестері жанынан өте шықты. Кейін Даянды да табу бақытты бұйырды. Сырттан келген детективтің жалтыр басын байқаған Даян бірден қаша жөнелді. Көлігіне отырған қыз сәл болмағанда артынан қуған Шафтты қағып, өзін апатқа түсіре жаздады. Әйтеуір өстіп жүріп, Даян қашып кетті. Түрме ішінде Эрнандеспен танысып алған Уэйд оған жеке тапсырмамен келді. Егер Эрнандес куәгер Даянды өлтіріп берсе, Уэйд оған құны $40,000 тұратын мына әшекейлерді сыйлайды. Сонда Эрнандес бұл ұсынысты қабыл алды. Онымен қоса алдымен мына әшекейлерді ақшаға айырбаста, сосын тағы да мені бай достарыңмен таныстырасың, ал мен оларға есірткі сататын боламын дейді. Бандиттің алдында Уэйд ештеңе айта алмай оның дегеніне көнді. Кейін Эрнандестің жанында өтірік дос болып, шынында детективтің құлағы болып жүрген бұйрабас Шафтпен жолықты. Онымен кездесуде бай жігіт пен Эрнандестің арасында келісім орын алғандығын айтады. Екеуінің әңгімесінің үстінен түскен бұрынғы әріптес полицейлер Шафтпен сәлемдесті. Сол сәтте олар жігіттің түрін көрмесе де, қолындағы татуын байқаған еді. Кейін ашық ауыз бұл полицейлер Эрнандеске сатқын жігіт жайлы айтады. Мұны білген соң бандит не болса соны ашып айта бермейтін болды. Жанында бұйрабас барда абайлап сөйлеп жүрді. Бірер күннен соң-ақ бұйрабасты өлтірудің сәті туып, жігіт Эрнандестің қолынан қаза тапты. Дегенмен мақтауға тұрарлық оның ісінің арқасында Шафт өзіне керекті ақпаратқа қол жеткізген еді. Сондықтан бұйрабас бұл тапсырмадағы миссиясын сәтті орындады. Шафт Эрнандестің өзімен кездесуге келді. Оған өзіңнен жоғарыларға секіре берме, Уэйд саған ойнайтын адам емес дейді. Эрнандестің сөзге тоқтамай құтырып отырғандығын көрген Шафт, ерсіленбе, менің айтқанымды орындамасаң атып тастаймын деп қорқытады. Осыдан соң Шафт қайта Даянның анасының үйіне барған еді. Бұл жолы детективті екі ірі жігіт дубинкамен күтіп алды. Олар тақырбас агенттің қарындастарын жайына қалдырғанын қалайды. Шафт пен әріптесі Васкесті Эрнандес сатып алған полицейлер аңды бәлек. Біздің детектив те мұны сырттай қарап біліп жүрген еді. Бұл уақытта алтын әшекейлердің барлығын ақшаға айырбастап шығып келе жатқан Уэйд өзінің ізіне екі адамның түскенін байқады. Үй бұрышына тығылып, кейін аңдушымен айқасқа түскен жігіт таяқ жеп қалды. Онысымен қоймай қолындағы бақандай $40,000 айырылды. Бұл екі аңдушы Шафт пен Васкес еді. Екеуі бұл ақшаны өздерін аңдып жүрген сатқын полициялардың көлігіне салып кетті. Осылай жасау арқылы Шафт аса бір қулыққа бармақ еді. Ақшадан айырылып құр қалған жігітті Эрнандесте керек қылмайды. Уэйдтен келер пайда тек ол өзінің бай достарына Эрнандесті жарнамалай алатын. Байдың баласын уысына түсірген Эрнандес оны барынша пайдалануды шешті. Осы уақытта Шафттың әріптесі Даян мен анасының қоңырауын желіден ұстап алды. Екеуінің сөйлескенін тыңдап, Даянның қайда жасырынғандығын анықтады. Шафт $40,000 полиция көлігіне салған соң, жасырын номермен Эрнандеске қоңырау шалып, полиция көлігінде ақшаның жатқандығын айтады. Расымен де ақша сонда еді. Эрнандес мұны көріп ашуға булықты. Өзі ақша төлеп сатып алған полицейлері өзін сатып кетіп тұр. Мұндай бассыздықтың соңы атысқа ұласа жаздады. Жағалауда бандиттер мен полиция арасында жанжал басталып, барлығы бір-біріне қару тақайды. Сонда Эрнандестің інісі жақын маңайдан Шафттың көлігін көреді. Ол екі жақты әдейі жауластырып отыр дейді. Бұл уақытта Шафт Даянның жасырынып отырған үйіне келеді. Мұны көргенде қыз қаша жөнелді. Кейін Шафт оны ұстаған соң үй маңына бандиттердің келгендігін байқап, олармен атыса бастады. Даянды артына жасырған ол екі қолына ұстаған қаруымен жанталаса атысты. Нәтижесінде Эрнандестің інісі қаза тапты. Ашуға булыққан Эрнандес көшеге шығып айқайлаған еді. Көлікпен келген Даянның ағалары оны қағып өтті. Кейін оның бірі Эрнандесті ұрумен айналысса, екіншісі детективті құрыққа алды. Эрнандес осыдан аман шыққан соң інісінің кегін қайтару мақсатында райондағы барлық бандитті аяқтарынан тік тұрғызды. Уэйдтің орныққан керемет үйіне кір-кір аяқтармен басып кірген бандит жігіттер
байдың баласын қолға түсірді. Сонда Эрнандес келіп, сен бәленің кесіріңнен деп оны жағадан ала жөнелді. Бұған салсаң Уэйдті тұрған жерінде өлтіруге дайын. Алайда оның алда қажеті туындайды, сондықтан оны жаралаумен ғана шектелді. Даян және оның ағаларымен бірлескен детектив жасырынатын жерге келді. Сатқын полицейлер Шафттың тығылып отырған мекен жайын Эрнандеске айтып берді. Бұл уақытта үй ішінде Даян қылмыстың мән жайын айтуда. Клуб ішінде приколға батқан Уэйд жігіттің соңынан еріп сыртқа шығады. Сол сәтте қолына қалың трубаны алып, жігіттің басына адам өлтірерлік соққы бағыттайды. Мұны сырттан байқап қалған Даянды Уэйд көрді. Кейін оны уыстап қысып өліммен қорқытады. Сол түні Даяннан паспортын тартып алған Уэйдтен көп ұзамай хабар түседі. Оның жақтастары қыз егерде жоқ болып кетсе, $100,000 береміз деп айтады. Нәтижесінде Даян келісті. Бірақ қазіргі күнге дейін Даян осы ісі үшін өкінеді. Сырттағы аңдушы полицияны байқаған Лестер оларға барып, жігіттер оқ өткізбейтін броня бар ма деп сұрайды. Сонда сатқын Джин оның ішінен атып жібереді. Осы уақыт бойы көліктерде жасырынып отырған барлық бандит тұрып үйге аттанады. Шафт детектив мұны түсіне қойып, бірден қолына қару алды. Үйден шығуға болатын жол тек өрт кезіндегі жол еді. Біздің топ солай ғимараттан шығып ауладағы көлікке жетеді. Бұл уақытта Васкес ішіне таққан броня арқасында аман қалған еді. Шафт пен адамдарына жол тазалап беріп, бесеуі көлікке отырады. Екі жақтан оқ жаудырған Васкес пен Шафт жандарына еш бандитті жуытпайды. Осылай қашу арқасында біраз бандит жолай өмірден озған еді. Оң қапталдан келіп соққан Эрнандес мінген көлік бұларды тоқтатты. Алайда бандиттерден қалған жалғыз адамда осы Эрнандес еді. Ол қолына пышағын алып, Даянның тамағына тақап, Шафтты бопсалайды. Шафт қаруын жерге тастап, еркекше төбелесіп бұл мәселені шешейік дейді. Эрнандес келісті, бірақтан да екеуінің де ойлары арамдықта еді. Қалталарындағы қаруларын алып атып қалғанда Шафт ерте әрекет етіп Эрнандес өмірмен қош айтысты. Осыдан соң Даян куәгерлік беремін деп шешті. Жапа шеккен жігіттің анасын күтіп алған Шафт бұл жолы жеңеміз деп жақсы хабар айтады. Сол сәтте сот ауласына лимузин мінген айыпты жігіт Уэйд келді. Мұны көріп, жігіттің анасы қалтасынан тапанша шығарды да Уэйдті атып түсірді. Ол әділдікке тек осылай жете алатындығын түсінген еді. Сонда полиция оны қаумалап тұтқынға алды. Маңайда жиналған халық болса, оны босатуды талап етті. Біздің кейіпкеріміз Шафт бұл оқиғадан соң жеке детектив болып қызмет жасаймын деді. Осылайша фильм аяқталады, достар. Сіздерге видео ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк қалдырып кетейік. Назарларыңызға рахмет.